Сәлем, құрметті достар, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Менің оқырмандарым, мені қарап отыратын, маған жақсы комментарий жазып отыратын жандарым, менде күшті жаңалық, көптен бері бөлісем деп жүрем. Қол тимей кетті, уақыт болмай қалды. Көптен күткен менің приглашением келді 2025 жылға. Мен үшін қуанатын жандар болса, сіздерге сондай жаңалық. Бізде сіздер сияқты приглашение күтіп отырамыз. Сайт толтырмаймыз, бірақ приглашение күтіп отырамыз. Осындай менде жаңалық. Құдай қаласа, алла жазса 17 май келді маған. Мен 2023 жылы мен бірінші рет барғанда ұлым еріп барған. 2024-те мен өзім бардым, ұлымды шақырмаған. Биыл сондай қуанышты жаңалық, өте қуаныштымын. Ұлыма да приглашение келді. Мен барып жүрген фермаға айтып кеткен болатынмын. Сөзімді жерге тастаған жоқ. Ұлымды қабылдады жұмысқа, оған да приглашение келді. Алла деп, енді дайындық жүріп жатыр. Қуаныштымын. Енді ұлымыз екеуміз барып, сол Англия еліне, мемлекетіне барып, жұмыс жасап, табысты боламыз. Осындай менде жаңалық. Рахмет сіздерге, менімен бірге болғандарыңыз үшін. Кім сайт толтырды, кім күтіп отыр, шыдамдылық, сабырлық күту. Мен сіздерге оның алдында да айтқан болатынмын. Күту уақыты ұзаққа созылуы мүмкін. 6 ай күтесіз бе, 8 ай күтесіз бе, 1 жыл күтесіз бе, ұзақ болуы мүмкін. Сондықтан сабырлықпен тек қана күтеміз. Өз басым 6 ай күткем. 6 ай күттім, сондықтан сабырлық сақтаңыздар. Бүгін толтырам, ертең кетем, или арғыны бір айдан кейін кетем, маған неге келмей жатыр, маған неге бүйтіп жатыр. Мен айтам, тағы да айтам, ешкім оған гарантия бере алмайды. Сен мынандай уақытта кетесің, мынандай уақытта не деп. Тек қана күтесіздер. Сол. Барлықтарыңызға сәттілік. Рахмет сіздерге. Сол сіздермен қуанышымды бөлісейін деп осы видеоны салып отырған жайым бар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.